Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Шолпан. Біз бір жасағаннан шығатын бисквит жасайтын боламыз. Жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Ол үшін біз жұмыртқамызды екіге бөліп алып, ақ уызы құрғақ ыдыста болуы міндетті. Міне көріп тұрғандарыңыздай қантымызды аз-аздан сала отыра миксердің көмегімен 5-6 минут миксерлеп аламыз. Тестамыз әбден үлкен екі еселенгенше масса болуы міндетті. Сонда біздің бисквитіміз жақсы шығатын болады. Және жұмыртқамыздың екінші бөлігі сары уызына да қантымызды аз-аздан сала отыра миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Міне дайын болған миксерлеп алған тестамызға венчиктің көмегімен жұмыртқамыздың ақ уызын аз-аздан төменнен жоғары қарай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап ұқыптылықпен араластырыңыздар, сонда біздің бисквитіміз керемет болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай аз-аздан араластырып аласыздар. Каналым ұнап жатса, тіркеліп, колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай теста болады, венчиктің көмегімен араластырамыз. Және де менің каналымда күнделікті қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Біздің жұмыртқамыз салқын болуы міндетті. Бұдан кейін біз жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын жақсылап араластырып болған соң, ұнымызбен қопсытқышымызды бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Қопсытқышымызды електің көмегімен 3 бөлікке бөліп салсақ дұрыс болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай бірінші бөлігін мен салып жатырмын, бәрін бірден салмаңыздар. Бөліп салған дұрыс болады. Бұны да венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Қазір мен бірінші бөлігін араластырып отырмын, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Міне баяу араластырасыздар дәл. Міне енді ұнымыздың қопсытқышпен араластырылған екінші бөлігін салып жатырмын. Бұны да елекпен өткізіп, ақырындап салып жатырмын. Бұны тоже венчиктің көмегімен араластырасыздар. Төменнен жоғарыға қарай көріп тұрғандарыңыздай. Дайын болған тестамызды, мендегі форма 22 диаметрлік формамызға салып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне формамызға дәл осылай саламыз. Піскеннен кейін бисквитімізді салқын болған соң пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз, ақырындап. Егер де менің видеом пайдалы болып жатса, лайк басып пікір білдіріп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Шолпан Серікбайқызы. Үлкен рахмет.